Ал оқушылар, бүгінгі өтетін тақырыбымыз Мұхтар Мағауиннің «Шаһар шері» романындағы көркем сөз. Оқу мақсаттары: көркем шығармадағы көтерілген мәселелердің жаңашылдығына баға бере отырып, әдеби шығарманың жанрлық табиғатын тану. Сабақ мақсаты: көркем шығармадағы көтерілген мәселелердің жаңашылдығына баға береміз, әдеби шығарманың жанрлық табиғатын танимыз. Балалар, берілген суретке қарап, қай тарихи кезең бейнеленгені туралы кішкене ойланайықшы. Қазақ әдебиетінің көрнекті жазушысы Мұхтар Мағауиннің «Шаһар шері» романы ұлттық құндылықтардың мағынасын айқындауға мән бере отырып, өте күрделі, шым шытырық сюжетке құрылған шығарма. Тұстағысы жолбарыс шаһарның отбасын қырып тастайды. Жазушы жолбарыстың күшін көрсету үшін аң патшасы Арыстанды да өз мекенінен ығыстырып жібереді. Шығармада өз бауыр еті балалары осылайша жүрегінен қайғының қаны сорғалаған шаһар жолбарыстың терісі жамылып жыртқышқа айналғандықтан ел арасында шахан шері атанады. Қазақ жерінде тұран жолбарысы атанған сала құлаш сары жолбарыстар 20 ғасырдың ортасына дейін жортып жүрген. Ерте заманда Сырдария жағасы, қамысы қалың шу бойы қаптаған жыртқыш екен. Қазақ жеріндегі жолбарыстарды жоспарлы түрде аулау 1891 жылдан басталады. Жойқын қарумен жарақталған орыс армиясы отарланған жерді жыртқыштардан тазалау үшін арнайы отрядтар құрады. Жекелеген аңшылар да түгі құлпырған, қымбат терісі үшін жолбарысты қынадай қырған. Құжаттарға қарағанда, Жетісудағы соңғы жолбарыс 1940 жылы аңшылар оғына ілінген. Ал балалар, бірінші тапсырма бойынша «Шахан шері» романындағы тірек сызба арқылы композициялық талдау жасайық. Оқиғаның басталуы, оқиғаның байланысы, оқиғаның дамуы, оқиғаның шиеленісі, оқиғаның шарықтау шегі, оқиғаның шешімі, шығарма мазмұнын еске түсіреміз, композициялық талдау жасаймыз. Оқиғаның басталуы: басты кейіпкер Шахан шериге автор портреттік мінездеме береді. Оқиғаның байланысы: тұтқын Шахан мен орыс төресі және тілмаштың кездесуі. Оқиғаның дамуы: қоғамдағы әділетсіздік, Шаханның жеке басына ел билеушілердің көрсеткен қиянаты кесірінен Шахан елден жырақтап, қамыстан салған үйде отбасымен мекендеп, далалықта өмір кешуі. Десе де оның отбасымен бірге бақытты күндерді бастан өткізуі. Екінші, Шаханның отбасына күтпеген жерден жолбарыстың шабуыл жасап, баласы мен әйелін мерт қылуы. Шаханның жыртқыштың аузынан баласы мен жарын құтқара алмай, қайғыдан қан жұтқан трагедиялық халі суреттеледі. Кеудесі кекке толған Шахан бірде-біреуін қалдырмай, жолбарыс біткенді қыруға бел байлап, нағыз жабайы жыртқыш кейпіне түседі. Үстіне жолбарыс терісінен киім киеді. Оқиғаның шиеленісі болды. Сарықұмның шапқыны тарауында Шахан өлтірген жолбарыстардың жетім шөнжіктерінің қорғансыз қалуы, Шаханның жетім шөнжіктерге аяушылық білдіруі. Оқиғаның шарықтау шегі: Шаханның өзі біраз уақыт асыраған шөнжікті өз бетінше өмір сүруге қалдырып, кейін біраз өткеннен кейін қайта жолығуы. Есейген қызыл жолбарыс пен бетпе-бет кездескенде жолбарыстың Шаханды танып, оған шабуыл жасамағандығы баяндалады. Шаханның жабайы табиғат заңдылығын түсінуі, жолбарыстың адамдарға шабуыл жасауының себебін ұққандығын түйсінуге болады. Өзінен де жолбарыстың да трагедиясына адамдардың табиғатқа жасаған қиянаты екендігін түйсінгендігін сеземіз. Оқиғаның шешімі: Шаханның тұтқындалуымен аяқталады балалар. Шаханның тұтқындалу себебі орыс отаршылары қазақ даласындағы жыртқыштарды ең әуелі өздері бастап қырады. Артынша оларды аулауға
тыйым салатын заң шығарады. Шаһар сол заңды бұзушы ретінде тұтқындалады. Шығарманы бағып уақытпен кеңістік тұрғысынан талдайық. Жетісу өңіріндегі 20 ғасырдың ортасына дейін тұран жобалыстың болғаны тарихта тарихи шындық. Орыс империясының қазақ жерін отарлау саясатының жүргізу кезеңі 19 ғасырдың соңы мен 20 ғасырдың бас кезеңі. Шығармада қыс, көктем, жаз, күз өз кезеңдеріне сай айшықты белгіленіп отырған. Шығармадағы оқиғалар тізбегі бірнеше жылдарды қамтиды. Ал кеңістік тұрғысынан шығарма оқиғалардың өткен орны Іле, Балқаш өңірі. Шығарма оқиғалары табиғат аясында өтеді. Дүниежүзілік жабайы табиғат қоры мен Қазақстан үкіметі тұран жобасын Іле, Балқаш өңіріне қайта жерсіндіруді көздеп отыр. Жобаның құны 50 миллион ақш доллары. Балалар, осы ақпарат бойынша үйде ізденіп келіңіздер. Оқиғаны қазіргі өмірмен байланыстыра отырып, 4 сөйлем әдісі арқылы өз ойларыңды айтыңдаршы. Абнұр, сен айта қойшы. Шығармадағы адам мен табиғат арасындағы алшақтық орны толмас трагедия. Яғни адамзаттың табиғат үшін жалпы жасаған материалдық құндылық үшін аяусыз пайдаланудың әсерінен көп адамдар осы табиғаттың бір бөлшегі деп өзін санамайтындығы, яғни көптеп кездеседі. Дұрыс, өте жақсы. Екінші. Жазира, сен айта қой. Жетісу өлкесінің табиғаты өзінің төл перзентінің бірі жолбарыстан айырылу мен орны толмас өкініш деп есептеймін. Жарайсың, Жазира. Бүгінгі күні көптеген жойылып кетуге таяу жыртқыш аңдар қызыл кітапқа енгізілді. Шығарма оқиғасына арқау болған тұран жолбарысының тұқымы мүлдем құртылғандығы, өмір шындығы, тарих шындығы. Дұрыс, өте жақсы, Жазира. Абылай, сен айтар едің? Мен табиғат жоғалтқанын өздігінен қайтара алмауға шамасы келер ме екен деген ойға қаламын. Жоқ, әрине, өздігінен қайтара алмайды. Адамдар табиғат ананың саналы перзенті, басқа да санасыз тіршілік иелерінің өздері сияқты табиғат тең құқылы перзенті екендігін мойындайтын уақыт жетті деп ойлаймын.